Екінші тақырып ол бізде бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуде кезіндегі ақпараттық қауіпсіздік. Яғни біз бірінші тақырыпта тек қана сайтқа байланысты бүкіл ақпараттардың бәрін жинадық қой, дұрыс ақпараттарды. Келесінде енді осының техникалық, яғни ішіндегі функциялары, технологиялар қалай қолданамыз деген сияқты соның несін жинау, ақпараттан және референс проекттер, яғни осыған ұқсайтын бір проекттердің дизайнын жинау, соны дизайн жасау деген сияқты этаптарға келеміз. Мысалы, мынау этаптардан өттік, жұмыста қалардың барлығын өттік та, мына жақта біз ақпараттарды жинадық. Енді басамызда барын көшіреміз де, бұл жерде біз қай техниканы қолданамыз дегенбіз, GPT қолданамыз дегенбіз. GPT-ға барамыз да, жаңа проект ашамыз да. GPT-да промпт жасауды үйретуіміз керек. Промпт жасауда басында не болады? Роль. Одан кейін GPT-да дұрыс промпт жасаудың түрлері. Роль, контекст, нежге task, контекст и output формат. Яғни бірінші роль береміз, одан кейін оған тапсырма береміз, одан контекст жазамыз, одан output формат. Кеттік, роль жазамыз сен. Ең күшті сайт жасаушы программист рөліндесін. Task біздің сайтқа керекті технологиялық тізі керек, қарапайым функциялар тізімін жасап берсен. Контекстке біздің бағанағы ақпарат береміз. Сайттағы көрсету керек ақпараттар дейміз да, бүкіл ақпараттарды осыға көшіріп қоямыз. Ақпараттардың бәрін көшіріп қойдық. Біздің сайтымыз еще орысша болып тұр. Қазақшаға да аудара салуға болады. Ақпараттар дедік та, контексті бергенде output формат, нәтиже форматы, бүкіл ақпаратты және сайттың функционалдық технологиялар тізімін жасап берсен. Тек HTML, CSS, JS болсын. Бэкэнд керек емес. Бэкэндтің қиын база данных сол сияқтылар бар. Бэкэнд және база данных керек емес дедік та. Нәтижесі жақта енді enter басамыз. Біз полный форматтағы бір промптты осылай құрастырып бердік. 2:1-дегі тақырыпта осы промпт жазуды үйретуіміз керек. Мына жақта кетті. Жалпы архитектура фронтенд онлайда мына жақта барын түсіндіріп жатыр. Файлдың структурасы жасап беріп жатыр. Hero деп тұр. Мына жерде about-ын ішінде деп тұр. Problem solution package дейді. Мына жердегі блоктарын бәрін түсіндіріп жатыр. Контактылар, негізі функционалдар. Мына функционалдар қажет емес негізі. Оны сайттың өзі жасап береді бізге қазір. UX талаптары дейді. Осылай функциональный требованияның барлығын бізге жасап берді. Интеграциялық бэкэнд, WhatsApp линкті қосуға болады. Жақсы идея. Өйткені хабарласатын кезде сразу телефон номерлері жазады. Мына жердегі телеграмға да жазуға болады. Қосымша не қосуға болады? Sticky header дейді, scroll дейді, dark light дейді, animated numbers дейді, micro дейді. Мына қайсын қосқымыз келеді ойланамыз. Қысқаша қорытынды осылар. Давайте қосымшаға бәрін көшіреміз да, қосымша құндылыққа. Sticky header, түсті қатып қалатын scroll progress бар. Қараңғы жарық болатын дизайн, анимация, micro interaction, overclick дейді. Давайте осыларын бәрін қосып берсін сайтымызда. Жақсы дейді. Мынау уже кодын жазып бастады. Мынаны ішке басамыз да, тек форматта
алдыңғы запроспен бірге қосып қайтарсан код жіберу қажет емес. Өйткені біз GPT мен код жазбаймыз, басқа код жазатын бөлек несі бар. Бізге бұл жақта қана ақпараттар ғана керек. Код жіберу қажет емес деп жазып жібердік. Яғни мына жерде контекст бердік, текстсіз форматта дедік и нәтиже шығару бердік. Көрдіңіздер ме? Промпт дұрыс емес жазсақ, бана нәтижеде бостан бос код жазып жіберді. Код бізге қажет емес. Так, технологиялық стектерге бәрін қосып берді. Бірінші өшірмеді, маған барлығы толып жатыр. Бұл жерден керекті ақпараттар. Бұл жерде функциональность требования қосты. Функциональный требованияның бәрін қосып берді. Нәтижеде адаптивный, яғни мобильді құрылғыға да, сайтқа да болады деді да. Енді осылардың бәрін көшіреміз да. Сразу копипаст жасамау керек, кішкене тазалау керек. Сол келесіден келген алып тастаймыз. Дайын өнім деген шектеулер жоқ, бекем жоқ деген алып тастаймыз. Қосымша ұсынылатын дегендердің бәрін алып тастаймыз. Мақсаты деген қалдырайық. Қамтиды, микролар бар екен. Анимацияларды қалдырамыз. Dark mode дегенді қалдырамыз. Scrollды қалдырамыз. Sticky-ді қалдырайық. WhatsApp link, Telegram link, Google Maps дейді. Google Maps деген біздің тұратын жеріміз қажет емес. Талаптарды қалдырайық. Тазалайық. Негізі осы мына жердегілердің бәрін қалдырып тұр. Бізге бір промпт жасау керек. Мына жерде тек қана функциональный болды ғой. Бізге бағана ақпараттар плюс осы функциональность екеуі барлығын бірге қосып беру керек. Так, backend анау қолданылмайды деген тұра берсін. Жобаның мақсаты техникалық тапсырма деді. Үш жобамызды мына бәрін көшіреміз де. Уже мына ақпараттар болса, келесі бізде жобаның техникалық несі тапсырмасы. Бұларды да осы жерге бір жерге жинап қоямыз. Бізге енді мынау ақпараттар, мынау функция тз деп қойық. Функциональный ақпараттар. Мына жерде ішінде керекті ақпараттар. Мына жерде соның функциональный несі жолы. Біздің екінші тақырыбымыз осымен бітті. User flow деген MVP, user flow referencer. Reference деген не? Енді біз сайтымызда қандай дизайнға жақын болсын, соған референс сайттар іздейміз. Бұл бізде колледждерге арналған болса, референстерде негізі былай істеуге болады. Бізде Perplexity деген бар ғой. Осыған кіреміз де, бағанағы мына жоқ бола емес. Осыдан сайт жасау, мына header, авторлық деген сияқты тұр ғой. Осындай сайттарға ұқсас референстер тауып берсен. Behance, Dribble сайттардан дейміз. Қазір сізге түсіндіремін, не тауып беретін. Яғни дизайнна, визуальный дизайнда қандай формат іздеп алармыз, соны тауып береді қазір. College Digital Transformation дейді, Smart Campus дейді, университеттерге байланысты. Behance'ға кірді, Behance'ға кіреміз. Мына сайтқа кірсеңіз болады, мына сайтқа кірсеңіз болады дейді. Educationға байланысты ақпараттар бар екен. Тағына іздей берсін. Яғни мына жерде біздің колледждің ана ұсыныстың дизайны қандай болсын. Мынандай яркий, мультяжный болып кетеді, мынау темный болып кетеді деген сияқты. Осылай отырып, біз енді соған дизайн іздейміз.
Так, мына жақты көрейік. Мына жақта ескіп кетті. Мынау әдемі екен, мынау да аппақ әдемі екен. Мынандай дизайнда болады екен. Так. О, мынау да ақ. Осы нұсқа, осыны көрейік. Так, мына жауаптарымыз. Так, қандай нәрсе тапты екен. Так, мына дрибблді көрейік. Көбінесе сайттардың дизайнын осы Dribbble және Behance деген сайттардан көреді. Референс іздеу деген болады осылар. Мысалы, клиентке мынандай түсте ұнауы мүмкін, ақ түсте ұнауы мүмкін, қара түсте ұнауы мүмкін. Егер бір сайтты жасайтын кезде өзіне керекті дизайн қарайтын болса, осы сайттарды беру керек. Мына жерде поискқа сізге ұқсайтын тақырыпты беріп, мына тематика ұнады, маған осыған ұқсас болсын деп клиенттің өзі сізге таңдап берсе жақсы болады. Мынау да күшті екен, мынау да жақсы екен. Примерно бүйтіп бөліп аламыз да. Так, жасыл түсте күшті екен. Мына жақта кез келген сайт, мобильді құрылғы барлығын осы жақтан кәдімгі суреттер, бүкіл нәрсені осы жақтан табуға болады. Идея ретінде, дизайнға идея ретінде іздейсіздер да. И осы екі сайтты да қолдануды көрсетесіздер. Міне көккімбек, мындай жасыл салатовый, мындай деген сияқты. Так, мына жерде жасыл болып тұрады екен, асты ақ болады екен. Мына жерде ақ болады екен. Мынау кішкене просвелау екен, мынау кішкене. Негізі біз мынау өздері ұсынған көк пен ақтың осы презентацияның стилін де таңдасақ болады негізі. Бұның стилі осы көк пен ақ болып тұр, мынау кішкене календарлар көп екен. Так, онсыз так, Digital Transformation деген жерге енді өзіміз жазайық та. Поискқа веб-сайт, колледж, blue collar. То есть мынау стильға келетін кейвордтардың бәрін жазамыз да. Мынау кішкене келетін сияқты. Мына жерде бұл веб-сайт емес, басқа бір нәрселердің суреттен шығарып жатты. Перплексі қолданбай-ақ бұлай да көруге болады, стоматологтардың алған күшті сайт екен бұл. Так, мынау маған логин жаса дейді, әйтпесе мысалы әдемісі көрсетпеймін дейді. Мынаулар екен. Жарайды, логин жасауға мен өзім браузерыма барып көрейінші. Мына жердегі перплексидің логин емес, хроммен кіріп көрейміз. Так, біз тақырып 2-2-де референс іздеп жатырмыз қазір дизайнға. Маған ұнайтын нелер шықпады. Так, логинмен кірейік, continue деп. Бұлай істей салайықшы. Веб-сайт blue collar деп просто поискқа жасайық. И имиджға кіріп, осылай көре білейік. Референстер. Веб-сайт about college blue collar дейік. По идее біз колледж туралы емес, бізде ұсыныс емес па негізі? About college емес, веб-сайт blue collar.
Так, осылай дизайндардан референс іздеуге болады. Осы үшін іздеп табамыз. Так, екінші тақырыптың мақсаты тізіп жаздық, референстер іздеп үйреттік, MVP-ден қалай жасау екенін көрсеттік, фичерстер мен маңыздылық бойынша жасадық. Сонымен бізде екінші тақырыптың функциялар тізімі жасалып бітті.